өнердің тағы бір қалай дейді ең әдемі маған ұнайтын өнердің бір түрі. Ал енді қай өнер жұлдызға ұнайды екен деген сұрақпен отырсаңыз, құрметті көрермен, бізде қазір қонақта Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының мүшесі, суретші, мүсінші, Түркі әлемі музейіндегі 600 көркем рельефтің авторы Сырым Мүсіреп мырза бізге қазір жауап береді. Қайырлы таң. Қаз санат галереясы Forbes көрмесінде Сырым мырзаның Қазақстанда және шетелде танымал 50-ге жуық авторлық туындылары қойылды. Студиямызға да бірнеше композициясын алып келді. Мінекей қарасаңыздар, айналамда бұл енді менің ең сүйікті өнер түрінің бір түрі өнердің. Қайырлы таң, Сырым. Қайырлы таң, қош көрдіңіз. Өте қуаныштымыз сізбен жеке танысқанымызға. Енді көрерменімізге түсіндіріп өтсеңіз, мына жерде енді біз ЮНЕСКО клубтар федерациясының мүшесі деп бәрін түсіндірдік қой, енді 600 көркем рельефтің авторы деп. Енді мен қарапайым жұлдыз сияқты түсінбеймін енді мен бұл өнерді, суретшілікті. Мен енді бұл жерде қарапайым ойға келіп тұрған сұрақ. Мына жерде не бейнеленген? Мысалға мен үшін мынау жай ғана бір бояудың үстінен екінші бояуды жағып. Олай болса бастаймыз. Бұл бейнеде бейнеленген адамның эмоционалды күйі. Негізінде әсіресе осы тақырыптар ол тез уақыт аралығында жасалады. Онда ішкі жан дүниені айғақтайды. Сол арқылы белгілі бір формаларды беріп, алыстан қараған кезде белгілі бір сюжетті немесе композициялық ойды немесе бір болып жатқан оқиға әрекеттерін баяндайды. Мысалы, мынаны мен қалай түсініп оқуым керек, қалай оқып түсінуге болады, қалай үйренуге болады негіз осы эмоционалды. Бір қарап тұрсақ көрмеді бүйтіп елдерге бір картинаның алдына келіп, мысалы мынандай картинаның алдына келеді де бір 15-20 минут тұрып ойланады ғой. Сонда жаңа сіз не көріп тұрсыз деген кезде суретшінің сол кезде ішінде жаңа бұрқанып тұрып, боран болған, бірдеңеге ашулы болған сезіп тұрмын деп тұрып айтады. Қалай оны оқып үйренуге болады мысалы? Мен оны түсінбеймін. Оны оқып үйренудің бір жолы балық шақтан бастап бір күрделі бейнелерді қарай салысымен адамның мына жадысы, миының ол сондай бір күрделілікке қабылдағандықтан күрделілікті жасайтын болады. Бұл адамның өскелең шағында қалыптасатын, мысалға дамыған мәдениеттерде, өнер саласында. Олар жастайынан өздерінің балаларын сондай осындай әсемді дүниелерге алып барып, әдейі сол көрсетіп, немесе осындайды бір дайындатып жатады. Ол мидың жалпы екі бөлігіне де қатты әсерін тигізеді. Өнер адам ол салада болсын, немесе кәсіпкерлікте болсын, ол әлбетте үздік атанады, себебі мидың жаттығу тарапынан келетін жүйе. Ал түсінікке келетін болсақ, бұны енді адамның өзінің жан дүниесі алдымен не сезіп тұр? Мысалға біздер осы Бауыржан Момышұлы саябағындағы Бауыржан Момышұлы ескерткішін көрген кезде оның бір рухтылығын сеземіз. Қатты нақты көрмесек те. Ал оның орнында Микки Маустың мүсіні болса қалай болар еді? Ол да мультфильм кейіпкері. Мен енді түсіндім. Мүсін ол мүсін, мен түстерге назар аударғым келіп тұр. Мысалы, бір қоңыр, ашық сары түс сіздің эмоционалдық бір нақты күйіңізді суреттейді, белгілейді ғой. Мысалы, қай түс қандай эмоцияны білдіреді? Бұл шығармашылық туындының тақырыбы мақсат деп аталады. Мақсатқа жетер қадам сондай суықтықтан және де бір аласапыран болып жатқан сияқты. Аласапыранның арасында сол бір нақты аспанның бір ұшып бара жатқан кейіптері, бір динамикалық қозғалыстардың барлығын бір сипаттап бейнелейтін нәрсе. Бұл енді таза руханиятқа келетін дүние. Ал оның үстіне қарайтын болсақ, ауылдың келбеті, жазық дала, сондай керемет. Аспан деген күшті, үйін бәрі бір үйлер көрініп тұр. Жайбарақат кез сондай ма? Қызыл, жасыл, ашық, бейбіт заман. Бейбіт заман, бәрі бір қалыпты. Ешқандай аласапыран жоқ, ешқандай бір тыныштық, ең бастысы тыныштық. Енді мұнаны айтайықшы мен. Жұлдыз, сен айтшы. Түсінгеніңді. Үстіндегі картинада не бейнеленген? Тоқта, мен үстіндегі немес астындағы мұнан бер қарап отырдым да. Меніңше, жарайды, мен қазір осы картинаны айтып түсіндіруге тырысайын, мен адамның бейнесін көріп тұрмын. Адамның осы өмірдегі жолдары,
екі адам жолда бейнесін бар. Иә, екінші адам ол артында. Иә, оны мен де көріп тұрмын. Бірақ мына бергі адамның келе жатқан өмірінде, өмір жолында неше түрлі жол бар, иә. Біреуі ирелең жол, біреуі түзу жол, тіпті араласып кеткенді. Бірақ барлығы бар бұл адамда. Өзін сәл жоғалтқан адам секілді ма, сондай. Ал артында тұрған мен бейнені көріп тұрған себебін, оның артында да адамдар бар секілді. Өйткені осы адамды, қалай айтсам екен, осы адамды артынан сөз айтып жатқан секілді ма, бір қарап тұрған секілді осы адамның артына. Қолдаушысы ретінде ме? Жоқ, қолдаушы ретінде емес. Керісінше осы адамды алға итермелеп жатқан секілді. Сырым өзіне деп түсіндіреді. Иә, осындай заманауи тақырыптағы дүниені озық түрде баяндап бердіңіз. Иә? Иә, себебі ол мында мысалға сюжеттердің барлығы сондай айғақтарды меңзейді. Оны сезіну керек. Өнерде көре білетін көз керек, сезе білетін жүрек керек. Мысалға жоғарғы мен көзім соғырын онда. Енді ол жоғарда мен ойлаймын бір район делік, иә, район, ауыл, бірақ бір қалыпта емес, әйтеуір бір не болып жатыр, тіршіліктің ішінде арпалыс болып жатыр өмірге. Сондай сияқты көрініп тұрмаған. Рас па? Олай емес па? Әлбетте солай. Мысалға түстерінің өзін айғақ қарайтын болсақ, анықтап, оның өзі көптеген нәрсені меңзейді, айтады, сездіреді. Түстер біздің өмірімізде біршама рөлдерді атқарады. Енді мысалға түстердің барлығын Құдайдың өзі біркелкі жаратқан. Мысалға ақ деген түсті біздер бір жақсылыққа теңейміз, қара деген түсті бір негативті факторға теңейміз. Әркімнің қабылдауы әртүрлі. Бірақ қабылдау ол мына сананың деңгейінен және де сезімталдығынан туындайтын дүние. Егер де адам жан-жақты ол көрерменнің санасы жаттыққан болатын болса, онда ол тіпті ұсақ осы шығармашылық туындыдағы бейнебаяндардың барлығын сезіп, өз жан дүниесіне өткізе алады, жеткізе алады. Енді мынада бір сұрақ туындап тұр. Мысалы, біз көрмелерге әдетте өнерпаздар қояды ғой, суретшілер, мүсіншілер өзінің туындыларын қойғаннан кейін сатылып жатады. Сатылып жатқан кезде кейде бір көреміз де, мысалға мен әлеуметтік желіде бит қарап отырған кезде пәлен деген суретшінің пәлен деген картинасы 128 миллион долларға сатылыпты. Мен делік мен қазір мысал ретінде айтып жатырмын, иә. Ал картинасы осындай деп бір суретті көрсетеді. Не сурет ме деп мен мысалға түсінбеймін, мынаны 128 миллион доллар қалай сатып алуға болады деп. Сол сияқты мүмкін сіздің де осындай қарапайым адам, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, түсіне бермейтін адамдардың сияқты мынандай картиналар сатылған шығар. Қаншаға сатылды ең қымбат дүниеңіз айта аласыз ба? Шығармаңыз. Ең қымбат дүние аукционда сатылған болатын. Жаңағы ол бірақ кескіндеме емес. Ол жәдігер туындысы. Жәдігер? Иә, жәдігер туындысы. Мүсін яғни? Мүсін. Бағасын 20 миллион деп берді. 20 миллион теңге? Иә. Саған дос болайықшы. Жаңағы, және де тағы бір айтатын нәрсе, бұнда мысалға көп тақырыптарда басқа мемлекеттерде жаңағыдай кішкене түсініксіз суреттер салып жатады. Біздер сол 15 минуттың аралығында әрқайсысына 15-20 минут аралығында кетті бұл жұмыстарға. Дайындықтар барысында бұны бүгін салдым негізі. Сол бүгінгі сезімдерден ойлардан. Мына төртеуі де бүгін салынған? Төртеуі де бүгін салынған. Төртеуі де бүгін салынған, және де біздің қолтаңбамыздың айырмашылығы онда түсінікті сюжеттерді қосатынымыз. Тек оны жұмбақ қылып қоямыз. Мысалға, ол жұмбақ болса, ол түсініксіз болса, көрермендердің оқылуына да әлде қайда қызығырақ. Ол бір қалың томдық кітап тәріздес. Қалың томдық ақпараттардың, интрига. Сондай бір кішігірім флешкалық сипаттамасы. Ақпараттарды материяға қалдыру. Мына бір туындыңызды қолға болады ғой алу ғой, әрине. Мынау мәрмәр ма? Неден жасалған? Қола ма? Ол граниттен жасалған. Гранит? Иә. Бұл тас сияқты көрінеді, былай қарасаң.
Бұл тас. Сіз өзіңіз осындай жасайсыз, қанша уақыт кетеді? Ой, бұл тас сияқты көрінеді деп қой, темір сияқты көрінеді. Қанша уақыт кетеді? Бұндай мүсінге? Бұндай мүсінге ойлап табуының өзі шамамен бір ай аралығында жасалуы шамамен 2 айға жуық. Шабыт деп аталады. Шабыт. Меніңше бар ғой, жаңа сөзіңізді бөлдім, кешіріңіз. Мынау суреттер болсын, мүсіндер болсын, енді суретші, мүсінші өзінің ойын, идеясын салады ғой, өзінің ішкі сезімін, эмоциясын. Ал бірақ соны қараған адам, әрбір кез келген адам көрген, ол өзінің жаңаға картинадан өзінің ғана көреді. Солай ма? Негізі, себебі сол тақырыптар барысында да жасап өткен бір туындылардың бірі, ол адам айнасы деп аталады. Ондағы, мысалға, 100-ге жуық сондай символдық мынадай әртүрлі бейнелерді салып орнаттық. Енді адамның жан дүниесі нені қалайды, неге жақын, ол сондай символдарды, сондай элементтерді, сондай бір шешімдерді тауып бастайды ананың ішінен. Егер де адамның көңіл күйі өте жақсы деңгейде болатын болса, онда позитивті дүниелерді, позитивті сюжеттерді ғана көреді ішінен. Егер де керісінше болатын болса, әлбетте керісінше нұсқаларды көреді. Сонда біздің айтпағымыз, кей кезде адам өзін өзі танымай қалуы мүмкін. Ал оның танылымын жаңағы адам айнасы ретінде, өнердің құдіретін көрмейсіздер ме? Адам айнасы ретінде сол адамға бетпе-бет кәдімгідей барлығын айқындап жеткізіп тұрады. Ол рас. Өнер деген шексіз әлем тұңғиығына тереңіне жете алмаспыз. Ешқашан енді Сырым мырза, сіз қазір студияға келіп отырсыз, айтып отырған әңгімеңізден, мысалы сіздің шығармаларыңыздан оқу, сіздің жасырған жұмбақтың жауабын табудың өзіне де көз керек деп отырсыз, ой керек деп отырсыз, бір терапиялық бір кәдімгі не сияқты. Түйсік керек. Енді сіздің бүгін көрмеңіз өтеді Астанада, дұрыс қой? Дұрыс. Қай жерде нақты қысқа уақытын айтып өтсеңіз? Хас-санат көрме орталығында галереялық сағаты басталуы 18:30-да болады. Құрметті астаналықтар және қонақтар, Сырым Мүсірептің суретші, мүсінші біздің қонағымыздың көрмесіне, жеке көрмесіне қатысып, керемет туындылармен танысуларыңызға болады бүгін жақынырақ, және өзімен де жекенірек танысып, мысалы біз енді біраз нәрсе біліп отырмыз. Айтарыңыз бар ма тағы? Мысалға қолыңыздағы және де осы туынды бұл қол араластырылып жасалған. Мен байқадым мұнау. Ал бұлар негізі проект күйінде болады. Бұның рөлі өте үлкен. Мысалға біздер Шератон қонақ үйіндегі 2 арыстанның бейнесін сондай көреміз. Көрдік, біреу металдан жасалған. Оны жаңағыдай, оны біздер көрген кезде сол архитектуралық нысанның сондай бір күрделілігін және де мысын сезіп тұрамыз. Сондай бір материядан, сондай бір туындыдан. Бұл да сондай бір туынды, бұны біздер басқа ғимаратқа Құдай қаласа жоспарымызда бар. Рахмет Сырым мырза, студияға келгеніңізге. Сізге біз шабыт тілейміз. Сіз өзіңізді шабыт деген шығармаңызды алып келіп, бізге бір шабыт сыйладыңыз қазір. Көп рахмет. Көрмеңіз сәтті болсын, көрмелеріңіз көп болсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жарнамадан кейін қайта қауышамыз, хабарда қалыңыз.